Оқса білім бұлағы, оқса елдің ұланы, тірілтіп елге жан бітіп, ел үшін жұмақ қылады. Бейімбет Майлин. Ғасыр алмасып, адами рухани құндылықтар өзгеріске ұшырап жатса да, өзгермейтін бір ғана нәрсе бар. Ол білім. Білім ал, ол өмірдің жолын ашар, кісіден білім берген бәле қашар дейді Жүсіп Баласағұн. Өткен ғасырдың ортасында Қазақстанда жоғары оқу орындары саусақпен санарлық еді. 1958 жылы Әулие-Ата жерінде тұңғыш рет Шымкент қаласындағы Қазақ химия технологиялық институтының кешкі филиалы жұмысын бастады. 1960 жылы филиалда күндізгі бөлім ашылды. 1962 жылы Алматы қаласындағы Қазақ ауыл шаруашылық институтының гидромелиоративтік факультеті негізінде Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институты ашылды. 1963 жылы Қазақ химия технологиялық институты филиалының негізінде Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институты құрылды. 1996 жылы Жамбыл педагогикалық институты негізінде Жамбыл университеті құрылды. 1997 жылы Жамбыл университетіне Мұхаммед Хайдар Дулатидің аты берілді. 1998 жылы Жамбыл университеті Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институты және Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтының бірігуі негізінде Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті құрылды. Университет тарихының алғашқы жылдарынан бастап студент жастар спорт саласында ерекше көзге түсті. Бірінші жеңістерге веложарыста Николай Шаповалов жетсе, жеңіл атлетикадан, футболдан Виктор Катков, тағы басқа студенттер Қазақ СССР-ның құрама командасына енген. Самбо, еркін күрес, қазақша күрес түрлерінен Жамбыл Шахабаев, Қанат Байшолақов, Алмас Мусабеков, Сергей Громов аймақтың мақтаныштары болды. Бір ғұламан ғалым философ айтқан сөз бар еді. Бұл әлемде мәңгілік ешнәрсе жоқ. Байлықта, дүниеде, қызметте бәрі уақытша категориялар. Ал енді мәңгі болатын тек қана осы дәстүрлер деп. Сол үшін енді спорт саласында, оның үшін енді студенттік спорт саласында да сондай қалыптасатын жақсы дәстүрлер бар. Мысалы, енді Тараз мемлекеттік университетін алатын болсақ, енді спорттың әр түрлерінен өзі халық мойындаған, әлем мойындаған дәстүрлер бар. Енді бокс салсаңыздар, енді бокс дегенде біз енді Серік Қонақбаевты айтамыз. Одан кейін енді Серік Қонақбаевтан сол эстафетаны алып, арғалай оның жеңісін жалғастырған енді кейінгі біздің спортшыларымыз, Болат Язымбетов сияқты, Болат Жұмадилов сияқты. Одан кейін енді Бақтияр Артаев, бүгінгі біздің студент спортшыларымыз Асланбек Шымыргенов сияқты, Аманқұл Әбілхан, мінекей бұл енді бокстағы біздің дәстүрлеріміз. Немесе самбоны алатын болсаңыздар, самбо дегенде Тараз мемлекеттік университетінде спорттың бұл түрі енді Сәкен Жартыбаевтың, ағайынды Талғат пен Қанат Байшолақовтардың, одан кейінгі қазір біздің университеттің құрметті профессор Алмас Мусабековтың есімімен біз байланыстырамыз. Мінекей спорттың әртүрлі саласында осындай жақсы бір буыннан екінші буынға беріліп жатқан дәстүрлер бар. Әрине Тараз мемлекеттік университеттің басшылығының ең алдымен сол ректордың негізгі мақсаттарының бірі осы дәстүрлерден өшіп қалмау керек. Біз ойынша осы дәстүрлерді жаңалауымыз керек, жаңаруымыз керек, оларды дамытуымыз керек дейміз. Су добынан тұңғыш рет Айша Бибі деп аталған қыздар командасы да осы Жамбыл гидромелиоративті құрылыс институты қабырғасынан құрылған. Кеңес одағының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Александр Крюков басқарған команданың капитаны Әсел Жақаева еді. Кешегі Кеңес одағы мен бүгінгі Қазақстанның әлемге әйгілі спорт жұлдыздарынан алғаш қайда жаттықтыңыз? Спортқа қалай келдіңіз деп сұрайтын болсаңыз, чемпиондардың біразы білім мен білікті Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінен алғандарын айтатындар анық. 1980 жылы дәл осы ғимаратта дайындалып тер төккен Серік Қонақбаев Мәскеу Олимпиадасының күміс жүлдегері, Еуропа чемпионатының 2 дүркін жеңімпазы, КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері атанды. Қызыл империяның тегеуріні тастай сол бір тұста қазақ баласының Олимпиада жүлдегері атануы тарихи оқиға еді.
Білім ошағының спорт залында талай жаттығуын өткізген самбодан Қазақтан шыққан тұңғыш әлем чемпионы Қанат Байшолақовта осы гидромелиоративтік құрылыс институтының түлегі. Еуропа чемпионы, Кеңес одағының еңбек сіңірген спорт шебері боз кілемде талайды шаң қаптырған. Ағасының жолын қуған Талғат та самбодан жетістікке жеткен спортшылардың бірі. Ол Кеңес одағының 2 дүркін чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, республикаға еңбегі сіңген жаттықтырушы. Университет түлектерінің арасында самбодан жетістікке жеткен спортшылар қатары мұнымен шектелмейді. Еуропа мен әлемдік додаларда чемпион атанған атақты қазақ палуаны Алмас Мұсабековтің де спортқа деген қызығушылығы студент шағынан басталыпты. Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен 2 мәрте марапатталған Алмас Мұсабеков оқу орнын 1981 жылы тәмамдаған. Атақты палуан сол кездегі жастардың спортқа ықыласы ерекше еді дейді. Сол жаңа студент болғаннан кейін тоқтаған Биялеш осы бәрімізді жинап алып, мынау мінекей қазіргі стадионды көгалдандырып, абаттандыру жұмысымен айналыстық. Қазір енді сол ағаштары үлкен, орман болып, қазір сол жерде үлкен спорт комплексі жұмыс істеп тұр. Содан мінекей мен 81 жылы сол Жамбыл гидромелиорация құрылыс институтының спорт кафедрасында мұғалім болып, сол институтты бітіргеннен кейін, сол институттың түлегі ретінде сол жерде 5 жыл физкультура мамандығынан сабақ бердім. Сәлкен Жартыбаев бірнеше жыл қатарынан Қазақстанның ең үздік самбошысы атанып, халықаралық спорт шебері дәрежесіне қол жеткізген білектінің бірі. Спорттағы жолы 80-ші жылдары басталып, шеберлігі 90-ші жылдардың ортасына дейін бәйгенің алдын бермеген самбошы білгенін жастарға үйретуді ұмытқан жоқ. Қазір дзюдодан Қазақстан құрамасының аға жаттықтырушысы. Сәлкен Жартыбаев Тараз мемлекеттік университетінің облыстағы спорт саласының жоғары деңгейге көтерілуіне ұйытқы болғандығын айтады. Талай жарыстар осы оқу орнының қабырғасында өткен. Біздің енді үлкен ірі жеңісіміздің бәрі осы тәуелсіздіктің арқасында өткен. Мен сол кезде КСРО чемпионы болсам да, мысалы, біз шетелге шыға алмадық. Тек қана жаңағы Санкт-Петербург, Ленинградта, Москвада халықаралық турнирлерге қатыстық. Осы одақ көлемінде ғана. Жалпы үлкен жетістігіміздің бәрі осы тәуелсіздіктің арқасында. Азиян 2 рет ұттық, әлем кубогын, әлем чемпионатының финалында болдым, 2 рет 3-ші орын алдым. Европа чемпионатының жүлдегері болдық. Жалпы 92, 93, 94 жылдары самбо күресінен Қазақстан ең танымал спортшысы атандым. Ол кезде біз жалпы сол гидроинститут комплексінде бүкіл студенттер сонда жаттықты. Қасымда стадионы бар, залы бар. Бүкіл анау еліміздің чемпионаты, халықаралық жарысы сол гидрокомплексінің залында өтті. Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтының тағы бір түлегі Вадим Присяжнюк бокстан халықаралық дәрежедегі спорт шебері атанған. Бұлғары қолғап шебері КСРО чемпионатының күміс жүлдегері. ақш, Дания, Германия, Чехия, Тунис және Индонезияда өткен халықаралық турнирлерде ел намысын қолдан бермеген. Вадим Присяжнюк кәсіпқой бокстан Паназиялық боксшылар ассоциациясының чемпионы. Атлантада өткен Олимпиадада бокстан қола медальға ие болған Болат Ниязымбетовтың кәсіби спорт жолы 90-шы жылдардың басына тұспа-тұс келді. Еліміз егемендікке енді қол жеткізген сол уақытта қай салада болсын қиындықтар кездесіп жатты. Студенттер қарынның тоқтығын ойлап, сабақтан тыс уақытта қосымша жұмыс істеуге мәжбүр еді. Болат Ниязымбетов қиын қыстау кезеңді бастан өткеріп жатқан студенттер қатарында жүрсе де, спортты тастап кете алмады. Білімді қару етіп, төзімділік танытты. Талай халықаралық додаларда топ жарып, жеңімпаздардың тұғырынан көрінді. Жас жігіттің күшімен патриоттық болмысына сенген оқытушылар оған қолдау көрсетіп жігерлендірді. Жамбыл облысының тумасы, тәуелсіздік алған жылдарда көптің кумиріне айналған Болат Жұмаділов 1995 жылы әлем чемпионатында күміс жүлдені қанжығасына байлаған. Бұл күн қазақ елі үшін ақ түйенің қарны жарылған күн еді.
Еліміз халықаралық спорттық додаларда әсіресе бокстан талай жүлдені қанжығалап қайтқан. Солардың ішінде дәл осы Тараз мемлекеттік университетінен шыққан былғары қолғап шеберлері өте көп екені жасырын емес. 21 ғасырлар тоғысында барлық сала жаңалықтарға толы еді. Тараздан шыққан спорт саңлақтарының ізін жаңа буын алмастырды. Тәуелсіз қазақ елінің патриотолы 2004 жылы Афинада өткен Олимпиадада әйгілі Баркер кубогын иеленіп, Олимпиада чемпион атанған Бақтияр Артаев та Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің түлегі. Олимпиада чемпионы 2004 жылы 21 қыркүйекте Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен жоғары спорттық жетістіктері үшін және дене шынықтыру спортты дамытуға қосқан үлесі үшін бірінші дәрежелі барыс орденімен марапатталған. Бокс техникасын оқу орданың қабырғасында жүріп меңгерген боксшы оқу жылдарын былай еске алады. Менің көп естелігім, енді шын айтсам, ол туған залым Гидрошар. Сол жерде 10 жасынан барып, сол 25 жасыма сол залда өстім ғой. Сол жерде білім алдым, тәрбие алдым. Сондықтан мен үшін ең ыстық көрінетін ол осы Гидро университет шығар. Гидроның полиясына барсам, бір үйге барғандай болам. Өйткені сол жерде азаннан кешке жүгіретіміз ғой. Күніге 10 групп. 4 километрдің күніге ұрып отыратымыз. Күніге сол жерде футбол ойнайтынбыз. Сол жерде бала шақ сол жерде өтті шын айтсам. Тараз мемлекеттік университетінің тағы бір жарқын түлегі, боксшы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Олжас Сәттібаев, республикалық халықаралық жарыстардың бірнеше дүркін чемпионы. Ол 2017 жылы Астана Арланс командасының капитаны сайланды. Борисюк Оксана Валерьевна, спорттық акробатикадан халықаралық дәрежедегі спорт шебері. 1996 жылы Азия чемпионатының қола, 1997 жылы әлем чемпионатының қола, 1998 жылы Азия чемпионатының алтын медаль иегері. Бүгінде Тараз қаласы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы. Тараз мемлекеттік университетінің ұжымы мен ұстаздары жастарды тәрбиелеуде өздерінің тәжірибелері мен білімін аяп қалған жоқ. Ел игілігіне еңбек етер мамандармен қатар спорт саласында топ жарған студенттер қатары артты. Есімі қазақ жерінен асып, шет елдерге танылған спортшылар өздері таңдаған мамандықтарын ұмыт қалдырған жоқ. Оқу орны түрлі бәсекеде сайыстың алдын бермеген үздік университеттердің қатарынан орын алды. Әсіресе әлем, Азия чемпионаттарында қар үзіп шыққан саңлақтарды дайындауда бұл оқу орны кез келген спорт академияларынан кем түспейді. Білім мен ғылымда, спорт саласында топ жарған жастар еліміздің әр түкпіріндегі білім ордаларынан, сондай-ақ Тараз мемлекеттік университетінің қабырғасынан да түлеп ұшып жатты. Кеңестік дәуірде түрлі бәсекелерде бәйгенің алдын бермеген жастар аз болған жоқ. Талай сайыстарда тай салмай, тәуелсіздікке қол жеткізгенге дейін де спорттың жарық жұлдыздарына айналған әулие аталық жүйріктердің басым бөлігі бүгінгі Тарму, сол уақыттағы Жамбыл гидромелиоративті құрылыс институтының түлектері. Тараз мемлекеттік университеті республикалық универсиадада 5 жыл бойы үздік үштіктен түскен емес. Командалық спортта, жеке және жұптасқан спорт түрінде де, сондай-ақ ұлттық ойындарда намысты қолдан бермеген жастардың қатары көбейіп, тәуелсіз қазақ елінің мақтаныштарына айналары сөзсіз. Бақтиярды өкілеп бәйгеге қосқан жеке бапкері, бокстан спорт шебері, КСРО-ның қарулы күштері біріншілігінің жеңімпазы Нұрлан Ағырпеков те осы оқу орнынан түлеп ұшқан. Боксты 1983 жылдан серік еткен Нұрлан Сәкенұлы бокстан спорт шебері, Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы, халықаралық Шапаков турнирінің жеңімпазы, КСРО-ның қарулы күштерінің біріншілігінің жеңімпазы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Қазақстан Республикасының дене шынықтыру және спорттың құрметті қайраткері, спорттағы жолын бапкерлікпен ұштаған ұстаз, университеттің құрметті профессоры, тәлімі талайдың бағын ашқан Нұрлан Ағырпеков бүгінге дейін Тараз мемлекеттік университетінде шаршы алаңға шығуға талпынған жастарды баптап жүр.
сол мұғалім болып жүріп, сонда да енді өзімнің сүйген жұмысым болғандықтан, өзім қалып, өзім уақытымды бөліп, студенттермен бірге оқушыларды баптап жүрдім. Ол жігіттер де үлкен несиіп жігіт болып, осы университетіміздің түлектері болып, университетіміздің атын шығарып жүрген жігіттер. Спортты өмірлік серігіне айналдырған жаттықтырушыны арнайы іздеп келетіндер де бар. Тараз мемлекеттік университетінің жаттығу залының есігі кез келген ынталы жанға ашық. Мейлі ол тіпті бала болса да. Бокс десе кішкенасын жерге қоятын бір ата-ананың бірі, Әділ бауырым екі баласын алып кеп маған тапсырсам деп осы қыркүйек айын күтіп жүрген. Бүгін соның сәті түсіп тұр. Мінекей бала кішкентай ғана мінекей. Атың кім еді? Тоқтар. Тоқтар деген баламыз мінекей келіп тұр. Қазір енді мінекей уақыт деген зымдырап өтеді. Бір кездерде Құдай қаласа Тоқтарды үлкен биік тұғырдан көруді Алла нәсіп етсін. Ал Тоқтар, екеуміз кішкене жұмыс істейік. Так. Алдың қолмен ұрасың. Хоп. Хоп. Хоп, оң қолмен. Хоп. Хоп, ішінен оң қолмен. Ішінен. Хоп, сол қолдың ішінен. Боковой ұрасың жақтан. Тарихы 60 жылдан асқан Тараз мемлекеттік университеті еліміздегі білім саласында көш бастап тұрған шаңырақтардың бірі. Есімі төрткүл дүниеге тараған спорт саңлақтарының арқасында жоғарғы оқу орындары арасында спорт саласының көшін бастап келеді. Бұл мақтауға тұрарлық және мақтанарлық жайт. Қазақстан барысы палуандар бәсекесі ел спортындағы айтулы сайыстардың бірі. Әр аймақтан жиналған түйе палуандар бәсекесі жанкүйерлердің делебесін қоздыратын еді. Алғашқы жарыста күміс жүлдеге ие болған Бейбіт Стыбаев 2012 жылы бас жүлдені қанжығасына байлады. 2015 жылы екінші мәрте, ал 2016 жылы үшінші мәрте жеңімпаз болған Бейбіт те Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің түлегі. Белдесуде өзге мықтыларға дес бермеген палуан 2013 жылы Еуразия барысы атанған. Студенттер арасындағы жарыстарға қатыстық, чемпионат Қазақстанда болды. Студенттер арасында әлем біріншілігіне бардық, 2 жылда бір болатын. Ояқта 3-ші орын алып келдік. Азия әлем чемпионаттарын сол студент болып жүрген кез өттік бәрі. Өзі ақыл өсімді жинайтын кез ғой студенттік жағы. 2016 жыл Рио-де-Жанейро қаласы. Осында өтіп жатқан 31-ші жазғы Олимпиада ойындарының ашылу және жабылу салтанатында тұрған бір топ қазақстандық спортшы толқу үстінде тұр. Құрама командада сол кездегі Тараз мемлекеттік университетінің студенті Руслан Жапаров та бар. Еліміздің көк байрағын көтеріп шығу мәртебесі Русланға бұйырған болатын. Таэквондодан қазақ елінің намысын қорғауға барған студент үшін бұл сәт ешқашан ұмытылмақ емес. Сонымен бірге 2018 жылы Джакарта қаласында өткен Азия ойындарында Тараз мемлекеттік университетінің тағы бір студенті, спортшы Әбілхан Аманқұл Қазақстан Республикасының көк туын көтеріп шықты. Астана Арланс кәсіпқой бокс клубы сөзімізге дәлел. Әбілхан Аманқұл, Асланбек Шымбергенов, Нұрсұлтан Аманжолов, Әлімжан Бескемпір, Мирас Әли Сәрсенов, Ермек Мәдиев сынды спортшылардың болашағы зор. Спортқа 2005 жылы келген болатын, 2004 жылы Бақтияр Артаев ағамыз Олимпиада чемпионы болғаннан кейін, содан кейін боксқа деген қызығушылығым ашылды. Өзімде сол Бақтияр ағамыз сияқты Олимпиададан көрінсем деген ниетпен, сондай үмітпен осы боксқа келген болатын. Оқу орнында тепсе темір үзетін жігіттерден қалмай өмірін спортқа арнаған қайсар қыздар да аз емес. Тұмар Ханшайым, Домалақ ана, Айша Бибі сынды ақылы мен даналығына ел сүйсінген аналардың бүгінгі ізбасарларына сүйсінбеске шара жоқ. Спортқа қызығу мен ынта жігер аздық етеді. Жетістікке жетер жолда төзім мен жанкештілік керек ақ. Мұндағы арулардың көпшілігі ерлердің өздері жүрексінетін спорт түрлерін таңдаған.
Мәселен 19 жасар Жансая Абдраимованың бокспен айналысып жүргеніне биыл 4 жыл екен. Осы уақыт аралығындағы қиындықтар оны алға қойған мақсатынан қайтара алмаған. Мен жастар арасындағы Азия чемпионымын. 2 дүркін әлем чемпионатының қола жүлдегерімін және Аргентинада өткен жастар арасындағы олимпиаданың қатысушысымын. Болашақта осы ересектер арасындағы Токиодағы және одан кейінгі келесі Париж қаласында өтетін олимпиаданы жеңу. Ал дзюдодан жеңімпаздар тұғырынан көрініп жүрген университет мақтанышы Аида Карчаева Еуропа чемпионатының 3 дүркін жүлдегері, самбодан әлем чемпионатының қола жүлдесінің иегері, қылдай нәзік ару белдескеннің жауырынын жер иіскетпей қоймайды. Ең алғаш өзімнің туған әпкем алып келген болатын. Ол кезде залға кіргенде киетін осы кимоно ұнап қалды. Сосын спортқа деген құлшынысым ашылып, солай қатысқан болатын. Көптеген шетелінде жарыстарға күрестім. Германия, Анталия, Америка, Сочи қаласынан бардым әлем чемпионатына. Испанияға өте көп. Айта кетсем. Сондай-ақ университетте бокс, дзюдо, қазақша күрестен басқа өзге де спорт түрлері жақсы дамыған. Мәселен, Тараз мемлекеттік университетінің армрестлингтен қыздар құрамасы талай сайыстарда көш басында өнер көрсетіп жүр. 2015 жылы Жапонияда Азия чемпионатында ел намысын Эльвира Шадырқұл мен Лаура Керімбаева қорғаса, Түркияда армрестлингтен өткен халықаралық чемпионатта Эльмира Үсенова, Жұлдыз Құтығановалар көк туымызды көкте желбіретті. Сонымен қатар 2018 жылы көрші Қырғыз елінде ұйымдастырылған 3-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына Тараз мемлекеттік университетінің студенті Оксана Письменная қатысты. Ол жақтағы армрестлингтің алтыны да тараздық спортшыға бұйырды. Студенттер арасында да қол күреспен айналысып жүргендердің де жетістіктері мақтауға тұрарлық. Осы Таргудан алып шыққан біліммен Аллаға шүкір осы Жамбыл облысының аға жаттықтырушысы болып отырмын қол күресінен. Соның ішінде осы Таргуда оқып жүрген спортшылар, Таргуда оқып жүрген спортшы қыздар, балалар, чемпиондарды тәрбиелеп отырмын қазір. Соларды дайындап, осы Таргудың атынан университетлер шығып, командалық есепте 1-ші орындар алып отыр. Көптеген жарыстарға, шетелдерге, әлем чемпионаттарына барып жатырмыз. Құдай қаласа, осы биыл Қазақстанда еңбегі сіңген жаттықтырушы атағын орындасама деген үміт болып отыр. Университеттің волейбол құрамасы да осал емес. Оқу орданың ерлерден құралған командасы бүгінде Қазақстанның жоғарғы лигасында ойнап жүр. Ал баскетболдағы қыздар құрамасы облыстық чемпионатта 1-ші орынға қол жеткізді. Сондай-ақ спортшылар тұңғыш президент күніне арналған спартакиадада чемпион атанды. Қазақ әдебиетінің абызы Ғабиден Мұстафин көргеннен, білгеннен аспау, барды қанағат қылу, жоқты іздемеу, ой мешеулігі дейді. Бойында намысы тулаған қазақ қашанда тек алға ұмтылған, биік белестерді бағындыруды мақсат еткен. Демек, Тараз мемлекеттік университеті қабырғасында әлемдік додаларда ұлт намысын қорғайтын тұлғалар әлі де қалыптасып жатыр. Бұдан кейін де жалғаса бермек. Бұл оқу орнының Қазақстан спортын биік деңгейге жеткізу бағытында ұстанған дәстүрі. Университет облыстағы спорт мектептерімен де әріптестік тығыз байланыс орнатқан. Мектеп жасынан спортқа бейім балаларды оқу орны қашанда құшақ жая қабылдауға дайын. Университетте ұлттық спорттың ұмытылып бара жатқан түрлері жандандырылып, қарқынды даму үстінде. Өткен жылы университет оңтүстік өңірде тұңғыш рет белдесу күресінен оқушылар арасында облыстық турнир өткізді. Жарыс қорытындысы бойынша топ жарған 3 жеңімпазға оқу гранты берілді. Сондай-ақ тоғызқұмалақ, шахмат ойындарына қызығушылар саны артып отыр. Мұнда волейболдың жоғары деңгейде екеніне Тараз командасының жеңістері дәлел. Команда жыл сайын өтетін Қазақстан Республикасы лигасында жүлделі орындарды иеленіп келеді. Ұлттық құраманың ең беделді ойыншыларының осы оқу орнынан шыққанын айтпай кетуге болмайды. Ал
Ал университеттің 3-ші курс студенті дзюдошы Ғалымжан Қырықбай жуырда ғана Италияның Неаполь қаласында өткен 30-шы жазғы универсиадада жүлделі 1-ші орынды иеленіп келді. Ол өз елінің намысын қорғауға келген 5 қарсыласын айқын басымдықпен жеңіп, көк туымызды тағы бір мәрте желбіретті. Құлақ көрсең көзін аш. Бұл университеттің басты ұстанымы. Жаңа құрылғылармен жабдықталған спорт базасында үлкен және кіші спорттық ойындар залы, тренажер, күрес, гимнастика, карате, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, кикбоксинг, үлкен теннис залдар мен теннис корты, шахмат клубы мен 5 жабық спорт зал және бір ашық стадион жұмыс істейді. Бұдан бөлек білім ордасы Қаратау қаласындағы үлкен спорт кешенін толық қайта жөндеуден өткізді. Осы игіліктерді университет студенттері ғана емес, колледж бен мектептердегі ынталы жеткіншектер де тегін пайдаланады. Спорттық қабілетімен көзге түскен әлеуметтік жағдай төмен отбасылардың балаларына Тараз мемлекеттік университетіне тегін түсуіне жағдай жасалған. Оларға 30%-дан бастап 100% жеңілдікке дейінгі ректор гранты қарастырылған. Жаңа форматта жұмыс жасап жатқанымыз, бұл ұмытылып кеткен, бірақ қазақ халқында бұрын болған спорттың бір түрлерін қайтадан жаңартып жатырмыз. Бейлі осы біздің қаламызда, біздің облысында тұңғыш рет біз енді белдесу деген қазақта сонда күрес болған. Біз тұңғыш рет оқушы тарлан деп атадық. Оқушы тарлан деп, мінекей осы белдесуден тұңғыш рет осы облыстық оқушылар арасында турнир өткіздік, мектеп бітірушілердің арасында. Сол жерде енді жеңімпаз және 2 жүлдегерге мен 3 ректорлық грант бердім. Сол балалар бүгін енді осы университетке түсіп, осы жерде ректорлық гранттың негізінде оқып жатыр. Бұл да енді қазақ халқының осы спорт саласындағы ұмытылып кеткен дәстүрлерін, ұмытып кеткен осы спорттың түрлерін дамытуға біз арнап отырмыз. Аталған білім ордасында бүгінде жастар арасында үлкен танымалдылық пен сұранысқа ие стрит воркаут бағыты да дамыған. Ол 2014 жылы аға оқытушы Болат Көпбаевтың бастауымен ашылыпты. Кезінде гимнастика үйірмеге қатысқам студент кезінде. Содан бері мен далаға шыққан кезде балаларды көресің, турникте ойнағандарын. Көріп тұрсың да қай жерде қателері бар, дұрыс істемегендерім бар. Мен потом активист балаларға айтқам, осындай үйірме ашсам, воркаут. Келесіңдер ме деп сол үйірмеге. Олар бәрі бір дауыспен ашсаңыз келеміз деп. Содан бері айтып тұрмын, 5 жыл болды. 5 жылдың ішінде бізді қазір облыс бойынша стрит воркаут деген үлкен салада жүр. Білім ордасының қабырғасында спорттың интеллектуалды түрлеріне де басым көңіл бөлінген. Бүгінде еліміздегі ең тәжірибелі ойыншылардың қатарына кірген гроссмейстер Мадина Дәулетбаева да Тараз мемлекеттік университетінде білім алған. Университеттің таэквондо құрамасы да қоржындарын талай алтынмен толықтырған. Мәселен, бас бапкері Руслан Жазықбаевтың айтуынша, соңғы 5 жылда студенттері жоғары оқу орындарының арасында болатын универсиадаларда мүлдем жеңіліп көрмепті. Әрдайым жүлделі орындармен қайтады. Команда Таргу 5-й год. Тармудың командасы Қазақстан Республикасында командалық есепте 1-ші орын алып, 5 жыл бойы барлық универсиаданы ұтып келеді. Сондықтан Тармудың құрамы спортшыларды қызықтырады. Мен білетінім, Тармудың командалары барлық спорттың түрінен тартымды. Таэквондошылар арасында республиканың чемпиондары, спорт шеберлері көп. Университеттің атын облыстық, республикалық, халықаралық деңгейде танытып, атын шығарып жүрген студенттердің көбі мұнда бапкер болып жұмысын жалғастырады. Солардың бірі Жәнібек Қандыбай, бүгінде 100-ге жуық шәкірті бар екен.
Тараз мемлекеттік университеті секциялар ашып, жарыстар өткізу арқылы Қазақстанда кенжелеп қалған спорттық бағдарлау ойынын жаңа деңгейге көтерді. Қазір Қазақстан Республикасы спорттық бағдарлаудан ұлттық құрама командасының 70%-ын осы оқу орнының студенттері құрайды. Республикалық, халықаралық, Азия деңгейінде өтетін үлкен жарыстарда Тараз мемлекеттік университетінің спортшылары бастаған ұлттық құрама жүлделі орындар алып келеді. Алдыңғы жақсы артқа жақсы тәлім айтпаса, ел болғаның қайсысы деген тәмсіл бар. Бізде өзінің бар білгенін кейінгі ұрпаққа қалдыру, ұрпақтар сабақтастығы деген тамаша үрдіс бар. Чемпиондар түлеп ұшқан оқу ордасында осы игі іс жалғасын тапқан. Университетте еліміздің спорт саласына еңбегі сіңген шеберлер шәкірт тәрбиелеп ізбасарлар дайындайды. Енді мынау спорт саласында ең үлкен дәрежелі жарыс ол әрине олимпиада ойындары, жазғы олимпиада ойындары. Қазіргі біз дайындалып жатқан ол кезекті олимпиадамыз, жақсы білесіздер, ол Япония Токио қаласында 2020 жылы өтеді. Сондықтан енді әр қазақстандық спортшы сол олимпиадаға мен жолдама алсам, сонда қатыссам, сонда жеңімпаз болсам деген армандап жүр. Бүгінгі жағдайда енді біздің 8 спортшымыз осы өз спорт түрінен біздің Қазақстан Республикасы құрама командада бірінші немесе екінші номерлі спортсмендер. Мінекей сол спортшыларымыз қазір енді әртүрлі іріктеу жарыстарға қатысып, осы келесі жылғы универсиадаға жолдама алуға тырысып жатырмыз. Енді 8 баламыз, ол енді мен ойлаймын міндетті сол біз спорттың 4 түрінен қатысамыз. Ол енді дәстүрлі түрде ол бокс, таэквондо, дзюдо және грек-рим күресі. Қазақстанның атын шығарып жүрген талай спорт шеберлерін түлеткен Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті алдағы уақытта да көптеген чемпиондарды дайындайтынына сенеміз.